Алдыңғы сабақта біз механикалық энергияның түрлерін қарастырдық, потенциалдық және кинетикалық энергиялар не екенін білдік. Ал енді осы сабағымызда дененің толық энергиясы және механикалық энергияның сақталу заңын қарастырамыз. Алдымен теориялық білім аламыз, содан кейін осы тақырыпқа арналған бірнеше есептерді шығарып көреміз. Сонымен денелердің толық энергиясы дегеніміз қандай энергия? Денелердің толық энергиясы дегеніміз осы дененің потенциалдық энергиясы және кинетикалық энергиялардың қосындысы екен. Дене қандай да бір биікте ұшып кетіп бара жатқан болса, оның потенциал энергиясын тауып аламыз, биіктегі жылдамдығын есептеп, кинетикалық энергиясын тауып аламыз. Сөйтіп осы потенциалдық және кинетикалық энергиясын қоссақ, осы дененің толық энергиясы шығады екен. Оны біз былай жазып қояйық. Е толық тең болады Е потенциалдық плюс Е кинетикалық деп қосады екенбіз. Ал енді энергияның сақталу заңы былай айтылады екен. Энергия жоқтан пайда болмайды, жоғалып кетпейді. Ол тек бір түрден екінші түрге ауысады, немесе бір денеден екінші денеге беріледі деп айтсақ болады екен. Сонда энергияның сақталу заңын біз былайша айтқанда жүйенің толық энергиясы тұйық жүйеде әрқашан механикалық энергиялар сақталу керек екен. Дененің о бастағы потенциал энергиясы мен кинетикалық энергиясының қосындысы осы толық энергиясы, қандай болса, кейін де оның сол толық энергиясы сақталу керек екен. Потенциал энергиясы мен кейінгі кинетикалық энергиясын бір-біріне қоссақ, міндетті түрде бастапқы мәніне тең болып шығу керек екен. Оны біз былай жазып қоямыз сонда. Дененің бастапқыдағы потенциалдық энергиясы қосу бастапқы кинетикалық энергиясы тең болады екен. Ол дененің соңғы потенциалдық энергиясы мен соңғы кинетикалық энергиясының қосындысына. Сонда Е потенциалдық қосылған Е кинетикалық. Бастапқыда қандай да бір нәрсе болмай тұрған кездегі потенциал энергиясын тауып аламыз, кинетикалық энергиясын тауып аламыз, екеуін қосамыз. Мынау кейінгі жағдайдағы потенциалдық және кинетикалық энергияны тауып қоссақ, екеуі бір-біріне міндетті түрде тең болу керек екен. Болды. Энергияның сақталу заңы, механикалық энергияның сақталу заңы жалпы осылай жазылады екен. Ары қарай енді осы тақырыпқа арналған бірнеше есептерді қарастырайық. Кейде энергияның сақталу заңы дәл осындай түрде емес, кішкене басқаша түрде де жазылуы мүмкін екен. Мысалы, қандай да бір дене, әсіресе мысалы допты алайықшы. Допты аламыз, қандай да бір биікте ұстап тұрамыз. Қандай да бір биікте ұстап тұрғанда, ода потенциал энергия бар, МЖH дегеніміз. Енді допты басында біз ұстап тыныш тұрғандықтан, оның кинетикалық энергиясы 0 болады. Сонда мынау МЖH, мынау 0, екеуін қосылса МЖH-тың өзі болады. Енді ол допты жерге тастай салсақ, жаймен ол доп төмен қарай түсе бастағанда потенциалдық энергиясы азая бастайды. Уже биіктік азайып жатыр, потенциал энергия азаяды. Сәйкесінше ол құлаған сайын оның жылдамдығы арта береді. Түскен сайын жылдамдығы артады. Демек, мынау кинетикалық энергия қайдан пайда болып жатыр? Бағана кинетикалық энергия жоқ тұғын. Қазір кинетикалық энергия артып жатыр. Себебі оның потенциалдық энергия құлаған сайын азаяды. Осы энергия азайып, ол кинетикалық энергия беріп жатыр өзінің энергиясын деген сөз. Ал енді осы доп кейде жерге түскеннен кейін серпіліп қайтадан жоғары қарай көтеріледі. Бірақ кейде байқасақ, дәл сол биіктікке қайтадан жетпей қалуы мүмкін. Себебі жолда ол энергия шығындалып кетуі мүмкін. Жерге түскен кезде ана жермен соқтығысып, энергияның кейбір бөлігі жылуға айналып кетіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда Е потенциалдық 1 қосу Е кинетикалық 1 тең болады. Ол кезде Е потенциалдық 2 қосу Е кинетикалық 2 плюс қандай да жылуға айналып, Q деп жылуды қосып жіберуімізде мүмкін екен ондай есептерде. Не болмаса кейбір есептер былай болуы мүмкін. Екі дене, екі арбаша бір-бірімен келіп соғысып жатыр, екі шар бір-бірімен келіп соғысып жатыр деген сияқты есептерде. Енді екеуі де жердің бетінде болып жатыр. Біреу көтеріп ұшып кеткен жоқ, барлығы жердің бетінде сырғанап келе жатқан кезде, ешқайсысында олардың потенциал энергия деген болмайды. Оларда тек қана кинетикалық энергия болуы мүмкін. Енді екі затты, мынау бір дене үшін арналған формула, бір-ақ зат бұл жерде жүрген. Бір зат көтеріледі, бір зат түседі, әйтеуір соның энергиясы. Ал енді екі зат бір-бірімен келіп соғысып жатыр деген кезде, олардың энергиясы қандай энергия сыртқа шығындалып кетеді, жылуға айналып кетеді деген сияқты есептерде. Екі дене бар жерде көп жағдайда мысалы кинетикалық энергия. Бірінші дененің кинетикалық энергиясы плюс мына жерде екінші дененің кинетикалық энергиясы. Бастапқыда бірінші дене осылай қозғалған, мынандай кинетикалық энергия. Екінші дене мынандай кинетикалық энергия қозғалған. Тең. Енді екеуі бір-бірімен соғысуы мүмкін, соғысып бір-бірімен тіркесіп жабысып қалуы мүмкін, или екеуі екі жаққа кетуі мүмкін.
демек Е кинетикалық бір штрих деген соғыс болғаннан кейінгі қалған энергиясы кинетикалық. Е кинетикалық 2 штрих, импульс сақталу заңы сияқты келе жатыр. Плюс энергияның қандай да бір бөлігі жылуға айналып кетіп қалуы да мүмкін. Енді күрделі есептерде осылай шығаруымызға болады екен. Егер екеуі бірге қосылып кетсе, екеуін бірге қосамыз да Е кинетикалық жалпы штрих деген сияқты есептейміз. Сонда денелердің бастапқыда кинетикалық энергиялары обязательно кинетикалық энергия болып қала бермеуі мүмкін екен. Егер бізде денеміз абсолют қатты дене болып, абсолют серпімді соқтығыс болмай қалған жағдайда, денелер соғысқан кезде энергияның бір бөлігі жылуға кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін мына жақтағы энергияларды қосқан кезде, бастапқы энергияларын қосқаннан аз мән шығып қалуы мүмкін екен. Себебі энергияның бір бөлігі жылуға да кетіп қалуы мүмкін. Осылай энергияны сақтау заңдарын біз жазып шығуымыз қажет екен. Ал енді ары қарай біз осы тақырыпқа арналған бірнеше есептерді қарап көрейік. Тақырып сол кезде толық ашылып түсінікті болуы мүмкін. Алдымен 22-ші есепті қарастырайық. Вертикаль жоғары 8 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған массасы 500 грамм доптың ең жоғарғы нүктедегі толық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Енді осы есептің міне берілген жазып қойдық. Бастапқыда жылдамдығы 8-пен лақтырғанбыз тік жоғары. Жердің бетінен бастап лақтырғанбыз. Жердің бетінен бастап лақтырсақ, ол дененің потенциал энергиясы пока 0-ге тең деген сөз. Дененің массасы 500 грамм, міндетті түрде килограммға ауыстырамыз, ол 0,5 килограмм. Енді ең жоғары нүктедегі толық энергияны тап дейді. Сурет салып алайық. Мысалы, мынау бізде жердің беті, шар міне тұр, массасы 0,5 килограмм, доб екен, добымыз тұр. Енді осы жоғары қарай V0 жылдамдықпен лақтырып жатырмыз. Дәл қазір осының толық энергияларын қарастырайық. Лақтырып жатқан кезде бұл жердің бетінде тұр. Сол үшін бұның қазіргі потенциалдық энергиясы 0-ге тең. Ол жердің бетінде жатыр қазір. Ал енді оны лақтырып жатқан кезде біз оған кинетикалық энергия береміз. Е кинетикалық 0 деп қояйық. Өйткені V0 жылдамдықпен бердік қой. mV0-дің квадраты бөлу 2. Қандайда жылдамдық алды, ол 8-бен ұшып бара жатыр қазір. Потенциал энергиясы жоқ, кинетикалық энергиясы бар. Енді бұл дене осындай 8 деген жылдамдық алды, қандайда биіктікке дейін ұшып баратағаны мына жерге дейін көтерілді. Ең жоғары нүктеге жеткен кезде бұл көтеріліп баратта бір сәтке тоқтап қап, сосын қайта артқа құлау керек қой. Ең жоғары биіктікке жеткен кезде бұл дененің кинетикалық энергиясы бір сәтке 0-ге тең болып қалады. Енді кинетикалық барысы одан арғы жылжып кете беру керек еді. Ал енді бұл сол биіктікке жеткен кезде бұда уже қандай да бір потенциалдық энергия пайда болады. Ол бізде mg h-қа тең мысалы. Енді біз білеміз, тұйық жүйеде жалпы механикалық энергия сақталу керек. Мына лақтырғанға дейінгі толық механикалық энергиясы қандай болса, мынау ең жоғары нүктеге жеткен кезде де сол толық энергия сақталу керек. Ең жоғары нүктеде бізде кинетикалық энергия 0-ге тең болды, потенциал энергия пайда болу керек. Лақтырып жатқан кезде бізде потенциал энергия жоқ еді. Тек қана кинетикалық энергия барды. Сонда мына мен мынаны қосқанымыз бәрібір мына мен мынаны қосқанға тең болады екен. Сонда біздің жердің бетінен лақтырып жатқан кездегі толық энергиямыз қандай болса, ең жоғары нүктеге жеткен кездегі толық энергиямыз дәл соған тең. Сол үшін біз толық энергияны просто былай таба салайық. Бастапқыда біздің потенциал энергия 0-ге тең, а кинетикалық энергия mV0 квадрат бөлінген 2-ге тең. Мынау бәрі 0. Тек қана, общем айтқанда, мына энергияны ең жоғары биікке көтерілгенде мынау энергия алып қояды, болды. Просто кинетикалық энергия жаймен потенциал энергия ауысып кетеді. Сөйтіп кинетикалық энергия ең жоғарыға жеткенде 0-ге тең болады. Тек қана бізде потенциал энергия қалады. Бәрібір мына екеуін қосқанмен тең болып шығады. Сол үшін сразу о баста мынаны табассақ болады екен. Сонда толық энергиямыз бізде 0,5. 0-ге қосқаннан пайда жоқ. Сан 0-ге қоссақ өзі шығады. Сол үшін mv квадрат бөлу 2-ның өзі жасалады. Бұлай жаза салайық, е толық тең болады. mV0 квадрат бөлу 2 дейсақ, бітті, толық энергия жасалады. Енді мына жерге жазайық онда. Масса 0,5, жылдамдық 8-дің квадраты бөлу 2. 8-дің квадраты 64, 0,5-ке көбейтсек 32, 32-ні 2-ге бөлеміз, 16 джоуль шығады екен. Лақтырып жатқан кездегі толық энергиямыз да соған тең,
ең жоғары нүктеге жеткен кезде де толық энергия соған тең, жолдың әйтеуір бір ортасында жүрген кезде де сол толық энергия 16 джоульға міндетті түрде тең болады екен. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 25. Массасы 400 грамм, 300 сантиметр биіктіктен құлап түскен дененің жерге ұрылардағы кинетикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып қойдық. 400 грамм, оны міндетті түрде килограммға ауыстырамыз. 0,4 килограмм, 300 сантиметр бізде 3 метрға тең болады. Енді ұбт-да көбінесе G-дің мәнін жуықтап 10 деп ала береміз. G-дің мәнін 10 деп кете берейік. 9-да 8 деп есептесек, уже ыңғайсыздау болады есептеуге. 10 деп жуықтап ала берейік. Ал енді жерге ұрылардағы кинетикалық энергиясы қандай? Суретін салып алайық. Міне, мынау бізде жердің беті, дене 300 сантиметр жерде, 3 метр жерде мына дене тұрған. Демек, бұл дене тұр ғой бізде. Так, құлап түсті. Демек, бастапқыда жылдамдығы 0-ге тең, просто құлап кеткен. Бастапқыда біздің кинетикалық энергия 0-ге тең. Бізде бастапқыда тек қана потенциалды энергия бар. Ол бізде mgh-қа тең. Міне, басында осы тұғын. Ал енді бұл жерге түсіп ұрыларда десе, демек, мына жерге жетіп қалды. Міне, жерге жетті почти бір. Тиін деп тұр уже. Ал енді ол жоғарыдан төмен уже түсіп қойды. Демек, уже мына жерге жеткен кезде оның биіктігі просто 0-ге тең болады. Сәйкесінше, оның потенциалдық энергиясы уже 0-ге тең. А енді энергияны сақтау заңы бойынша, мынау mgh деген потенциалды энергия қайқа кету керек? Төмен түскен кезде ол кинетикалық энергия кету керек. Егер ауаның үйкелісін ескермесек, басқа шығындар жоқ деп есептесек, потенциал тек қана кинетикалық кету керек. Сонда бұл денеде қазір бізде какой-то кинетикалық энергия алу керек. Бұл дененің кинетикалық энергиясы болу керек. Енді біз толық энергияның сақтау заңы бойынша мынау 0-ді mgh-қа қосқанымыз, бастапқы кинетикалық пен бастапқы потенциалды қосқан, соңғы потенциалдық пен соңғы кинетикалық қосқанға тең. Енді біз көріп тұрмыз, басына кинетикалық 0, тек қана бізде mgh деген энергия бар еді. Масса қанша бізде 0,4, G10, H бізде 3-ке тең. 0,4-ті 10-ға көбейтіп алайық. 4, 3-ке көбейтеміз. 12 джоуль. Бізде бар жоғы 0 мен 12-ні қоссақ, басында толық энергиямыз 12 джоуль ғана бар болатын. Ал ол құлап түскен кезде де сол 12 джоуль энергия міндетті түрде сақталу керек. Енді құлап түскен кезде жерге жетті уже, оның биіктігі 0, потенциалы 0-ге тең. Демек, 12 джоуль энергия, потенциалдық энергиясы 0 болғандықтан, қалған 12-нің бәрі қайда кетеді? Кинетикалыққа кетеді. Сонда жерге түсіп келген кездегі кинетикалық энергиясы бізде сол баяғы толық энергияның өзіне тең болады, 12 джоуль болады деп айта берсек дұрыс болады екен. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 30. Жерден биіктігі 20 метр Американ тауының ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түскендегі 2 метр биіктіктегі жылдамдығы қандай болады деп сұрап жатыр. Бірінші есептің берілген түсініп алайық. Биіктігі 20 метр Американ тауы деген анау аттракцион ғой, американские горки деген бар ғой. Анау рельстардың үстімен кішкентай науашалардың ішінде адам отырады, сол адамдар бүйтіп, ұшып, бүйтіп айналып жүретін бізде американские горки, сол Американ тауы деп айтамыз, қазақшалап. Енді сол мысалы ретінде суретін салуға тырысайық. Мына жерде бізде американские горки бұлай келе жатыр деп ойлайық. Так, мынау бізде жердің беті. Так, мынау бізде жер. Мына жеріміз. Мынау ең жоғарғы нүктесі бізде мына жер болсын. Ол биіктік бізде H1 деп белгілеп қояйық. Міне 20 метр. Осы жерде мына науашалардың ішінде адамдар отырған. Так, адамдар отыр осы мына науашалардың ішінде. Енді есептеп былай айтқан, ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған. Демек, мына жердегі бастапқы жылдамдық бізде просто 0-ге тең. Бір сәтке болды, тоқтап тұрып қалған. Содан кейін барып ары қарай уже жаймен төмен қарай уже түсе бастайды. Мына жақ уже төмен түсіп барады. Ең жоғарғы нүктеден алға қарай қазір түсеміз. Ал енді ол түсіп келеді дағыны жер бетінен где-то 2 метр жер мына жер болсын. Қазір уже олар мына жерге келеді. Мына жердің биіктігі H2 деп қояйық. H2. Жер бетінен 2 метр жер қалғанда, мынау 20 метр биікте тұрған еді. Сырғанап түсіп 2 метр қалған кездегі бұның жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр.
энергияны сақтау заңы бойынша о баста мына жерде бұл денеде қандай энергиялар бар болса, мына жерге жеткен кезде де ода дәл сол толық энергия сақталу қажет. Бастапқыда бізде қандай энергия бар? mgh1 деген бізде потенциал энергия бар. Бастапқыда ол қозғалмай тұрған, бастап алғашқы жылдамдықсыз деген, басында жылдамдығы 0 болған, сосын бар жай сырғанап барып былай қарай кеткен. Бастапқыда біздің кинетикалық энергия просто 0-ге тең, жылдамдық 0 тең. Енді соңында не болып жатыр? Сырғанап келіп мына жерден өтіп бара жатыр. Потенциал энергия чуть-чуть қалды, өйткені 2 метр биіктікте тұрмыз әлі. mgh2 биіктікте тұрмыз. Плюс уже біздің потенциал энергияның біраз бөлігі кинетикалық энергияға ауысып кеткен. Енді осы жердегі кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат v2 квадрат дейік, бөлу 2. Бастапқыдағы толық энергиямыз, мынау соңғы толық энергиямыз, екі энергия бір-біріне тең. 0-ді жазбай қойсақ та, сонда сосын мына жерде массалар да бар. Значит, масса үшеуінде теңдеудің оң жақ сол жағын массаға бөлжерсек, бүкіл масса қысқарып кетсе, есеп кішкене жеңілдеу болады. Сонда g көбейтілген h1 0 жоқ уже тең gh2 плюс v квадрат бөлінген 2 деп алсақ. Енді бізге қажет мынау v квадрат, gh2-ны сол жаққа лақтыра тұрайық пока. Сонда gh1 минус gh2 тең болады v квадрат бөлінген 2-ге. Мына жерде g-ді ортақ көбейтіш деп жақтан сырттан шығарып деп болады. 2-ні ар жаққа көбейтеміз. Так, сонда v квадрат тең болады. 2-ні көбейтеміз. G-ді бірден жақтан сырттан шығарып жере салайық. Ішінде h1 азайтылған h2 қалсын. Енді квадраттан құтылу үшін біз түбірге аламыз. V тең болады. Түбір астында 2g, жақшаның ішінде h1 азайтылған h2 шығады. Енді есептеу жерек. 2g-ді жуықтап 10 деп ала береміз. Почти барлық ОБТ-да барлық есепте g-ді жуықтап 10 деп айта береді. 2 көбейту 10, h1 бізде 20, h2 бізде 2, 20-дан 2-ні аптысаймыз, 18, бірден жазып кете берейік. Так, 2-ні 18-ге өтеміз, 36, 10-ға көбейтеміз, 360. Общем айтқанда түбірден нақты мән шықпайын деп тұр. Так. 360 түбірасынан шығарсек 18,97 шықты. Сонда біздің жауабымыз жуықтап 19-ға жақын болып тұр ғой. 18,97 жуықтап. Так, 18,97 оның өзі жуықтап, мынаның өзі жуықтап шықты ғой бізде. 19 деп айтып жерсек болады екен. 19 метр секундына деп Б жауабын белгілеуіміз қажет. Келесі есебіміз номері 33. Массасы 3 килограмм дененің 5 метр биіктіктен құлап, жер бетіне 2 метр қалғандағы кинетикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Есептің берілген жазып қойдық. Міне массамыз 3 килограмм. Басында биіктік бізде екеу, біреу 5 метр, біреу 2 метр. Басында ол 5 метр биіктікте тұрған, демек бастапқы биіктік бізде h1 болсын. Және ол құлап келе жатқанда жер бетінен 2 метр, жер бетіне 2 метр қалғандағы биіктік, h2. G-ді жуықтап 10 деп ала берейік. Кинетикалық энергияны табу керек. Кинетикалық 2 деп қойдым. Бастапқыда кинетикалық энергиясы оның кинетикалық 1 болсын. Кинетикалық 1 болсын. Ол 0-ге тең. Өйткені ол құлады деп айтқан. Бастапқыда ол тыныш тұрған, демек құлап бастаса, демек бастапқыда кинетикалық энергиясы 0 деген сөз. Енді біз білеміз, энергияны сақтау заңы бойынша потенциалдық 1 қосу кинетикалық 1. Бастапқы потенциал энергиясы мен кинетикалық энергиясының қосындысы. Басқа айтқанда бастапқы толық энергиясы соңғы толық энергиясына тең болу керек. Потенциалдық 2 қосу кинетикалық 2 деп айтсақ болады. Енді бастапқыда кинетикалық энергия жоқтығын, сонда бізде қалатын энергия бастапқыда тек қана потенциалдық энергия ғана бар. Сол мынау соңғы энергиясы қалады, потенциалдық және кинетикалыққа да ауысып кеткен деген сөз, көшіп кеткен энергияның бір бөлігі. Потенциалдық 2 қосу кинетикалық 2 деп жазып аламыз. Енді ары қарай формуласын сразу жазып кете берейік. mgh1 тең болады екен mgh2-ні қосамыз.
кинетикалық энергияның өзі, бұны ашудың қажет жоқ, өзін тап деп сұрап жатыр. Е кинетикалық 2. Осы жерден кинетикалық энергияны табатын болсақ, Е кинетикалық 2 тең болады. Мынаны ар жаққа минусқа өткізіп жібереміз. Сонда mgh1-ден алып тастауымыз керек mgh2-ні болды. mg-ді жақсан сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда Е кинетикалық 2 тең болады mg жақшаның ішінде h1 азайтылған h2 деп жіберуімізге болады. Сонда Е кинетикалық 2 тең болады. Масса 3 килограмм, G жуықта 10, h1 бізде 5, h2 бізде 2, 3 шығады, 3-ке өтеміз 9, 10-ға көбейтеміз 90 джоуль болып шығады деп айтсақ дұрыс болады. Сонда 33-тің жауабы бізде Б жауабы болып шығады. Номері 36-шы есебіміз: дене 10 метр биіктіктен еркін құлайды. Жер бетінен 6 метр биіктіктегі дененің жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Бұл есепті сразу кинематиканың формасымен шығаруға да болады. В тең түбірасына 2GH-қа сала салу керек. Просто қанша метр құлады, сол биіктік қоя салу болады. Немесе энергияның сақталу заңына да алып келе беруге болады. Бастапқыда ол 10 метр биікте тұрған, демек ода потенциал энергия бар. Бастапқыда ол еркін құлады десе, демек оның бастапқы жылдамдығы міндетті түрде 0-ге тең. Ал енді 6 метр қалды жер бетінен, сол кезде жылдамдығы қандай? Демек, энергияның сақталу заңы бойынша бастапқыда потенциалдық энергиясы mgh1 плюс бастапқыда кинетикалық энергиясы оның просто 0-ге тең болады. Соңында бізде потенциалдық энергия қалады mgh2 деген, өйткені 6 метрде тұрмыз әлі. Плюс бізде кинетикалық энергияда қалады екен. То есть кинетикалық энергия пайда болады, жоқ, артып жатыр. Потенциалдық энергия жаймен азайып жатыр, кинетикалық энергия сол энергияны алып қойып артып жатыр. Бастапқыда потенциал болса, кинетикалық 0, жаймен энергия кинетикалыққа өте береді екен. Енді қарасақ, үшеуінде де масса бар. Теңдеудің екі жағын массаға бөліп жіберсек, GH1 тең болады. 0 жазудың қажет жоқ. GH2 плюс V квадрат, V2 дедік па, V2 квадрат бөлу 2 болады. Так. Бізге жылдамдық керек, міне тұр жылдамдығымыз. 2-ні ар жаққа лақтырамыз. Бірінші бетек GH2-ні сол жаққа лақтырып алайық. Сонда G көбейтілген H1 минус G көбейтілген H2 тең болады V2-нің квадраты бөлу 2. G-ді жақсан сыртына шығарып жіберуге де болады. 2-ні ар жаққа көбейтеміз. Сонда сразу 2 G жақшаның ішінде H1 азайтылған H2 қалсын, тең болады V2-нің квадраты. Енді квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз. Сонда V2 тең болады. Түбір астында 2G жақшаның ішінде H1 азайтылған H2 дейміз. Болды. Енді осы жерден жылдамдықты таба саламыз. V2 тең болады. 2G 10-ға тең деп алайық жуықтап. H1 минус H2 10 азайту 6. 4. Так, 10-ан 6 тапсаймыз. 4, 2-ге көбейтеміз 8, 10-ға көбейтеміз түбір астында 80. Ал 80 бізде түбір астан жуықтап 8,9 шығады, өткен 9-ның бары 81 ғой. 80, значит 9-ға сәл жетпейді деген сөз. Сонда жуықтап 8,9 метр бөлінген секунд деп айтамыз. Номері 66-шы есепті қарайық. Массасы 50 грамм 30 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 секунд өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Енді бұл есепті энергияның сақталу заңымен шығаруға да болады. Бұлай жасап көрсек, просто энергияның сақталу заңына салсақ, басында бұл жебе тік жоғары атылған, бастапқыда оның потенциалдық энергиясы 0-ге тең. Ода тек қана кинетикалық энергия бар. Кинетикалық 1, ол бізде m. Бастапқыда жылдамдықта v0 деп қойдым ба, v0 квадрат бөлу 2 болсын. Кейін ол 2 секундтан кейін жер бетінен қандайда бір биікке көтерілсе, ода әрі потенциалдық пайда болды, кинетикалық азайды. Сол екеуін қосқанымыз мынаған тең болу керек. Бұл есепті шығарудың ең тиімді тәсілі былай болу керек. Егер біз 30-бен лақтырсақ, 2 секундта қандайда бір биікке көтеріледі ғой. Потенциал энергияны тап десе, сразу потенциал энергияның формасымен шығара берсек, mg h дейік тағына, массаны беріп қойған, G-ді білеміз қанша екенін. Биіктікті тапсақ болды. Биіктіктің формуласы h тең болады v0 t минус g t квадрат бөлінген 2-ге саластық.
кинематиканың формасын қолданамыз. Биіктікті тауып аламыз, потенциал энергияны mgh деп таба саламыз, бітті. Ең оңай осы, чем энергияның сақталу заңын жазып отырғаннан. Кинетикалық энергиясын табасың. Мұнан жазатын болсақ, ол кезде бастапқыда потенциалдық нөлге тең тек қана кинетикалық бар, mv на нолевой квадрат бөлу 2 болады, тең. Ол уже 2 секундтан кейінгі жылдамдықты табу керек болады бәрібір. Минус плюс потенциалдық деп бастапқы кинетикалық энергия ғана бар, кейін бізде кинетикалық және потенциалдық қосылады. Бәрібір бізге мына v-ны табу керек болады. Бұл v-ны әкелеміз ағыны v нолевой минус gt деп табамыз, әкеп қоямыз. Одан да бірден мынаны тауып, мына жаққа қоя салған тиімді шығар. Енді екеуі де почти бірдей, екі түрлі, сразу екеуі екі түрлі, бірақ бір жауап шығу керек. Кеттік, h табамыз. H тең болады v нолевой 30, t 2 секунд минус g 10, 2-нің квадраты бөлу 2. Мына жерден қазір 60 шығады. Так, 4, 40, 20, 60-тан 20 тапсаймыз. Сонда дене 2 секундта жер бетінен 40 метр биіктікте болады. Енді әкелеміз потенциал энергиясын таба саламыз. Так, масса 0,05 килограмм. Өлшем білген жазбай ақ қою керек. Так, мейлі g 10 метр бөлу секунд квадрат, h бізде 40 метр. Мұнан бәрі килограмм метр квадрат секунд квадрат. Бізде, значит, джоульға тең. Так, 400, в общем айтқанда жауап бізде 20 джоуль шығу керек. Так, аха, болды. 2-0 мен кетеді, 5 қалады, 4 қалады, көбейткенде 20. Бітті. Энергияны сақтау заңымен шығаруға да болады. Мысалы, мына жерде 30, 2 секундта болса 20, мына жылдамдық бізде 10 қалады. Әкеліп, мында 10-ды қоямыз, мында 30-ды қоямыз. Есептесек, ол да сол 20-ға тең болып шығу керек. Арғарай келесіпке көшейік. Келесі есебіміз номері 75. Массасы 2,5 килограмм дене 5 метр биіктіктен құлайды. Осы дененің жерден 2 метр биіктіктегі потенциалдық кинетикалық және толық механикалық энергиялары қандай дейді. Энергияны сақталу заңы бойынша дене қай жерде тұрған кезде де оның толық энергиясы сақталу керек. Ол дене о баста 5 метр биіктікте тұрған, құлаған десе, демек бастапқыда кинетикалық энергиясы 0, ода тек қана мына mg h1 деген потенциалдық энергиясы ғана бар. Толық энергиямыз бізде mg h1-ге ғана тең. Кинетикалық энергия просто плюс 0, ол жоқ вообще. Өйткені ол басында тыныш тұрған, сөйтіп барып құлаған. Демек толық энергияны сразу тауып алуға болады. m 2,5, g-ді жуықтап 10 деп алайық, h бізде 5 метр. Сонда 25, 5-ке өтеміз, 125 джоуль болу керек. Ол 2 метр қалғанда да 125 джоуль болады, жоғарыда тұрғанда да, жерге жеткен кезде де бәрі 125 джоуль толық энергия сақталу керек. Ал енді жер бетінен 2 метр қалған кездегі кейінгі потенциал энергиясын тауып көрейік. mg h2 болады. 2,5 көбейту 10 көбейту 2. Так, 25 текке көбейтеміз, 50 джоуль болады. Енді кинетикалық энергия табу қиын емес. Біздің толық энергиямыз неге тең болады? Потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысы. Соңғы потенциалдық пен соңғы кинетикалық қоссақ, бәрібір сол 125-ке тең болып шығу керек. Сонда кинетикалық энергиямыз, так, мынау 125, мынау 50 шықты, мынау демек 125-тен 50 деп тастаймыз. Кинетикалық 2 тең болады 125 джоульдан аптастаймыз 50 джоульді. Өлшеміліктен жазып қойсайын. Так, 125-тен 50 деп тастаймыз 75 джоульға тең. Сонда жауабымыз біздің потенциалдық энергиямыз 50 джоульға тең болады екен, кинетикалық энергиямыз 75 джоульға тең болады екен, а жалпы біздің толық энергиямыз ол 125 джоульға тең болады деп айтады екенбіз. Ары келесіпке көшеміз. Номері 77-ші есепті шығарып көрейік. Тас 10 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Тастың кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктік қандай деп сұрап жатыр. Так, енді есептің берілген түсініп алайық. Тас басына жердің бетіне тұрған, оны біз 10 деген жылдамдықпен тік жоғары лақтырып бастаймыз. Демек, баста ода потенциал энергия 0-ге тең, ол жердің бетіне тұрған. Тек оған біз кинетикалық энергия бергенбіз. 10 деген жылдамдықпен беру арқылы
кинетикалық энергия бергенбіз. Сөйтіп ол жоғары ұшып баратқан кезде кинетикалық энергиясы жоғары көтерілген сайын ол тежеле бастайды, жылдамдығы азаяды, кинетикалық энергия азая бастайды, ал көтерілген сайын потенциал энергия көбейе бастайды. Ең жоғары биікке жеткенде бүкіл энергияны потенциал энергия қояды, ол бір сәтке тежеліп тоқтап қалып кинетикалық энергиясы нөл болады. А енді жолдың қақ ортасына негізі екі энергия теңес деген сөз, ол жолдың қақ ортасында теңеседі екі энергия. Сол жолдың қақ ортасына биік тап деп тұр ғой. Енді общем айтқанда қаншалық биікке көтеріле алады, соны қазір анықтап көреміз. Енді бұл жерде былай жасаймыз. Денеміздің толық энергиямыз басында бізде mv нолевой квадрат бөлінген 2 деген кинетикалық энергия ғана бар. Потенциалдық просто нөлге тең бізде. Міне, тек бізде бар энергия осы жердің бетіне лақтырғанбыз. Тең болу керек. Қазір біздің потенциалдық энергия E потенциалдық 2 плюс жолдың ортасында кинетикалық энергия E кинетикалық 2. Міне. Осы екеуінің қосындысы мынаған тең болу керек. Есептің шарты бойынша мына екі энергия бір-бірімен теңесу керек дейді. Демек, кинетикалық энергия мына потенциал энергияға тең болу керек. Или мынаған тең болу керек деп айтып жатыр. Демек, мынаның орнына қайтадан мынаны жазсам болады ғой. Сонда mv нолевой квадрат бөлу 2 менде тең болады. E потенциалдық. Маған ақыры биіктік керек, сол үшін биіктік бізде кинетикалық энергиядан құтылуымыз керек ол үшін. Мына кинетикалық энергия 2-нің орнына қайтадан E потенциалдық 2 деп жаза салуыма болады. Бәрібір мынаған тең, сол үшін мынаның орнына бәрібір тең болғасын мынаны жаза саламыз. Енді не шығады? mv нолевой квадрат бөлу 2 тең, екеуін қоссақ 2 E потенциалдық 2 шығады. Так, сонда енді қазір массадан құтылуға көшу керек. 2 потенциал энергия 2-нің формасы mg h2 болсын. Так, мұнда масса бар, мұнда масса бар, массалар бір-бірімен қысқарады. Осы жерден h2-ні тапсақ, 2g-ді ар жаққа лақтырып жібереміз. Сонда h2 тең болады. Ар жақта v нолевой квадрат бөлу 2 бар тұғын. 2g ар жаққа барса қайтадан астан түседі. 2g. Міне, сонда v нолевой квадрат ақшамдап жерсек 2-2 көбейтіледі 4g болып шығады. Міне. Екі энергия бір-бірімен теңесетін биіктік v нолевой квадрат бөлу 4g болып шығады екен. Так, жылдамдық бізде қанша? 10-ның квадраты 4 көбейту g-ді жоқтап 10 деп аламыз. Так, 140-қа бөлеміз 2,5 метр шығады. Жауабымыз Б болып шығады екен сонда. Келесі номері 80-ші есеп, сол 77-ші есепке ұқсайды. Бастапқы кинетикалық энергиясы 49 джоуль, массасы 0,25 килограмм допты вертикаль жоғары лақтырғанда кинетикалық және потенциалдық энергиялары теңесетін биіктік деп қайттан сұрап жатыр. Уже энергияны беріп қойған бірақ бізге. Енді осыны табуға тырысайық. Бастапқыда біз жоғары лақтырған кезде бізде тек қана кинетикалық энергия ғана бар. 49 джоуль ғана бар. Өйткені потенциалдық энергия пока 0. Ол жердің бетіне лақтырып жатырмыз, тең болу керек. Кейінгі біздің потенциалдық энергиямыз плюс қалған кинетикалық энергияға. Бірақ айтқан мынамен тең деген. Демек, мынаның орнына қайтадан мынау E потенциалдық 2 деп жаза салуға болады. Сонда E кинетикалық 1 тең болады. E потенциалдық 2 қосу кинетикалықтың орнына да E потенциалдық 2 деп жаза саламыз. Бәрібір бір-біріне тең өйткені. Мынаның орнына мынаны жаза салдық. Енді екеуін қосамыз. E кинетикалық 1 тең болады 2 E потенциалдық 2. Сонда біздің E кинетикалық 1-іміз тең болады 2. Енді сразу формуланы ашайық. mg h2 дейміз. Осы жерден h2-ні тапсақ 2 mg-ді ар жаққа бөліп жібереміз. Сонда h2 тең болады. E кинетикалық 1-ді бөлеміз 2mg-ға. 2mg-ға. Болды. 49 джоульді бөлеміз 2 масса 0,25 G10. Так, бірінші 10 мен 0,25 көбейтсек 2,5, 12 өтеміз 5, 49-ды 5-ке бөлеміз ғой. Сонда қанша 9 бүтін. Так, 49-ды бөлеміз 5-ке. 9,8. Так, болды. Почти ол бізде жуықтап
мысалы 9/8 деген жауаптың өзі жоқ, демек жуықта бұл 10 метр болып шығады. Жуықтап алсақ 10 метр дейміз. Бітті. Соңғы есебіміз номері 81. Массасы 2 килограмм дене 10 метр биіктікте 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, толық механикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Бізге толық энергияны тапсақ болды екен. Енді біздің толық энергиямыз неге тең? Толық энергиямыз дененің потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысына тең. Сонда Е толық тең болады. Потенциал энергияның формуласы М, потенциал энергияның формуласы mgh, кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлу 2-ке тең. Болды, сандарын орнына қоямыз, шығара саламыз. Е толық тең болады. Масса 2, G жуықтап 10 деп аламыз. H бізде 10 метр. Қосу кинетикалыққа көшеміз. Масса 2 килограмм, жылдамдық 20, 20-ның квадраты бөлу 2. Так, 10, 100, 2-ке көшеміз. Мына жерден 200 шығады. 200 плюс, мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетсе, мына жерде 20-ның квадраты 400. Сонда 200 қосу 400 бізде 600-ге тең. Энергияның өлшем бірлігі джоуль. Жауабын 600 джоуль шығады деп айтамыз. Осымен энергияның сақталу заңына арналған есебіміз, сабағымыз аяқталды.